Тойға барып келдім. Бүгін Қаскелеңде болды той. Сол, мен негіз вообще сторис түсірмейтін болып кеттім ба? Не болып кетті? Бүгін, представляете, вообще мен ұятсыз болдым, бір бетім жоқ. Бүгін ояндым где-то сағат түстерде, тамағымды ішінде қайттан ұйықтадым. Бүгін целый день ұйықтадым ғой. Білмеймін, не деген ұйқы деймін да? Бітпейді ғой, вообще бітпейді. Ұйықтай берсем шыға береді, сонымен. Кеш батып сағат 7:30-дарда боянып, сыланып алдым да, тойға барып, тойды атқарып тастап, енді сол ертең бір күн, ертең кешке тағы да той, алдың күн той болды, в общем, тойларға барып жүрмін. Бірақ енді чемоданды жинап үлгеру керек, дүйсенбі күні бұйырса кешкі 9-да уже аэропортқа шығамыз, сол үшін я должна все успеть. Кстати, как я выгляжу, кірпігім жасап алғам кеше. Әдем болып қалды, я сразу көздерім оттай болып. Кірпік жасасам, кстати, сразу әдем болып өтем. Мектеп жайлы айтып берем жүрген, видео кірпен түсіргенбіз ғой, мектебіне барлығын көрсеткен ғой, короче. Сонымен әлі ол видео дайын болмай жатыр. Сол, как дайын болады, сразу сол видеоны салып сіздерге көрсетемін. Сұрақ көп болып кетті да, қандай мектеп деген сияқты. Біліп жүрейік деп сұрап жатқан ата-аналар көп қой. Сонымен бұйырса айтам. Тағы не жаңалық айтайын? Жаңалық айтайын десем, жаңалық жоқшы бар ғой ешқандай. Ұйықтап жататын адамда қандай жаңалық болуы мүмкін. Вот, оказывается, беременность деген осылай екен. Мен бұрын вообще бір сторис салмайтын кезім болмайтын. Вообще сторисқа шықпайтын. Еще менде майда сторисқа көп болатын ғой. Қазір білмеймін, бұрын ботаға күлетін, сен не сторис салмайсың деп. Оказывается, беременный болған кезде осындай болады екен ғой. Сол, ештеңеге зауқым жоқ. Просто хочется лежать, кушать. Түнде кино көрдік бек Сұлтан екеуміз. Түнімен холодильник тыңқырлатып шықтым. Қарным тоймайды, постоянно тамақ жеймін. Сол, айтайын десем ұят екен, біресе ішіп жатып тамақ жеп. Жаным дейді. Хорошо десем, не әкелей неге дейді, сосын мен торт деп едім, тәттілер деп едім, тәттілер әкел. Тоқташ. Қараңыздаршы мен жанымды, красавчигімді. Мен күйеуім красавчик. Ене мен қыздарға жарнамалап атсың. Қыздарға? Шай қояйын, дастарханды реттеп кішкене. Шашылып отыр, как обычно. Ничего не меняется в нашем доме. Телефон қарап отырғам ғой бағанадан бері. Не әкелгенін көрейік ал. Ой, мама, аяғы ауыр қыздар көрмесінші, пожалуйста. Ойбай, түнде мені боқтап жүрсіздер. Маған қараңыздар, тирамису десем, тирамису біреу, екеу, үшеу, ерасыл, үшеумізге әкетті. Галики. Вино заварной, вкусный заварной. Қандай менің күйеуім, да? Бақтым ғой мен. Сен есінде бақ келдің ғой, Қошақаным. Рахмет. Маған сөйтіп айтып отыр ғой, сторисқа түсіп үлгермей қалдым да. Қошақаным, сен жеш деп айтып отыр маған. Сен жесінде бақ келдің. Менің күйеуі осындай, ә? Бүгін бұл жігітке 2 той басқарды. Кете бір той. Біз құдалықтап алдық еще. Құдалықтап кеткен ғой, ерте звондап үлгеріп барды, бірақ шашын укладка жасап үлгермей қалды да. Үлгермей қалдым, шашын быт болып. Ертең алдыру шашчан. Жаным, красавчигім, шаш өсіп кетсе де әдемі өзі. Түф, не дейді айналайын. Шындай бар ғой. Құдай бере салған ғой осы күйеуді маған. Түннің ортасында өстіп отырып шешеміз жіберіп жатыр. Әңгіме айтамыз, екеумізден басқасының бәрі арам болады ғой. Екеуміз ғана жақсымыз қалғанның бәрі арам. Біз біреуді әңгіме айтатын уақыт жоқ деген салғында отыр. Өзімізге уақыт бөлеміз, иә. Айта беремін. Ляльчикамыз өсіп жатыр, ішім өсіп жатыр, сипалашы деп. Маған мазасын итерем ғой. Сіз көресің ба ляльчикамызды? Конечно. Ляльчикамызды? Конечно. Атын кім деп қоямыз, баламыздың? Шаймыр. Жоқ, неге деймін да? Біз бейшара елдер бар ғой, 9 ай бойы қинап, көтеріп, токсикоз, анау-мынау бәріне өтеміз дағы. Содан кейін папалары елейді. Қарышты мен енем андай, мен қоям анау-мынау деп отқан жоқ. Шүкір Алла деп отырмын. Хотя бы Ерасылдың атын мен қоя алмай едім, енді осы баламның атын өзім қоям ба деген үміт бар енді. Мына жігіт мен баламыздың атын Осман деп қойғым келеді да. Осман дейтін Пайғамбар саламның 3 мықты сахабасы болған, оның біреуі Абу Бәкір, екіншісі Осман, үшіншісі Омар. Осы 3 сахабаның ішінде Османы ең бай сахаба болған ғой. Баламыз мықты, бай, қуатты болсын деп есімін Осман деп қойсам деп тұрмын да. Егер апырыш жасап кетеді, сол жерге иә, жоқ деп жазыңыздар. Осман деп қояйық па, жоқ па? Иә деген дауыс көп болса, жоқ. Үйде емес. Қандай варианттар бар деген вопрос қоямыз. Иә деген дауыс көп болса, Осман деп қоямыз. Осман деген ат вообще ұнап тұрған жоқ маған.
Современный ат қойғым келеді. Мен Ерасылдың атын мысалы бүйтіп қойғым келген. Даниял, Ратмир, Адил деп сөйтіп қойғым келген. Ратмир, Сатмир дегендерді, короче. Современный бір ат қойғым келіп тұр дағы. Осман, анау, Шыманау деген ат ұнап тұрған жоқ. Шыманау деп айтпайды пайғамбар саллаллаху жоқ, мен ол жоқ атты айтып жатырмын мен. Шыман деген ат не? Жаман ат па не? Отыр біз ұрысып қалатынбыз ба? Айтпайды. Құдай өзі кешірсін енді. Жоқ, маған ол ат ұнап тұрған жоқшы. Осман деген империя болған, Осман империясы. Бұл Осман империясына қою керек піз біз баламды. Мен империяға, мен баламның қатысы жоқ. Осман империясы деген өте мықты империя болған, және Осман деген мықты сахаба болған. Жалпы Османға қатысты нәрселердің барлығы жақсы дүние. Баланың болашағы атына байланысты болады. Сол үшін баланың есімін дұрыстап қою керек. Ратмир, Сатмир деген не ол? Руслан саған не ол? Қуасың ба? Руслан емес. Қойшы, қояды ғой сөйтіп. Қазақтың атын қоямыз кәдімгі. Қазақтың атын қоямыз дұрыстап. Мағынасы бар, мәні бар кішкене. Бұл менің ертең ұрпағым жалғастыратын, менің есімімді, менің тегімді арқалап жүретін ер азаматтың есімі. Сен әйел адам болу керек ертең. Әйел адамда қыздарды айтқан кезде де Осман деп айтса, мысалға ер азаматтың кәдімгі аты есілді. Рас қой? Бек Сұлтан деген қандай күшті. Мужиктардың есімі Бек Сұлтан, Сұлтан, мысалға, Нұр Сұлтан. Екінің бірінің аты сондай қазір. Жоқ, енді мысалы просто мен ондай қойып жатқан жоқпын. Мысалы Осман деген ат сирек, ондай ат көп жоқ. Осман деген түріктерде де қоя алады. Осман жалпы түрік тілді халықтардың бәріне жарасатын әдемі ат. Конечно, варианттар қарастырамыз, но главный вариант сол Осман болып тұр. Мен бұл вариантты өзгертуге тырысамын. Барынша. Мына жігіт маған прикол ұстап отырсың түнде қорылайсың деп. Естірші ана күн видео түсіріп алыпты. Естіртейін бе? Сұмдаған видео. Бүгін, короче, бір айта салайыншы. Ерасыл ерте оянып кеткен ғой, күнде сабаққа барғаннан кейін ерте тұрып үйренген ғой. Сөйтіп оянып алғанда біздің қасымызға келіп жатқан ғой. Сосын бет, мама, ты так сильно храпела, дейді маған. Что с тобой, дейді ғой, представляете? Прям қатты қорылдайтын болғам. Ужас, өзімнен қорқып жатырмын мен. Бірақ оны сезбеймін, представляете? Мен бұрына қорылдайтын адамдарды ойлайтын. Как они вообще қорылдап жатып, сезбейді өздерінің қорылдағандарын деймін ғой. Сөйтсем, оказывается, это возможно. Бірақ бәрі жазып жатыр, беременность кезде болады деп. Қараңыздар қалай қорылдайды. Сен тұрың ба? Я өзің тұрың түсіріп алсын. Қараңыздар. Құдай сақтасын. Шошып кеттің ба, жанымен қорылап атқанымды көріп? Жоқ, бір түрлі болдың ба? Ұйықтай алмай жаттым ғой біраз уақыт. Бір түрлі ме екен әйелдің қорылдағаны? Жоқ. Соны риза болып нағып жазып алдың? Саған өзің сенбедің ғой? Сен айттым ғой, бір күн жазып көрсетем дедім ғой. Көрсеттім. Балаңды көтереміз деп қорылдап жатырмыз. Ой, әйтеуір. Сен кінәлісің бәріне. Бәріне мен кінәлімін. Бәріне сен кінәлісің. Мен ешқашан кінәлі емеспін. Шамасы да мен кінәлімін, сиямасы да мен кінәлімін. Сен кінәлісің, ертең эфирға барып айтамын, Бек Сұлтан кінәлі қорылдағаныма деп. Бүкіл халықтың алдына шығып айтып тастамасам, айтып тастамасам. Айтшы. Телефоннан көзіңді алмайды екенсің, бері қарашы бері. Айтшы, барды, айта бер, айт. Не істеп жатсың телефонда?